Бәріне сәлем. Бүгін бір пысықтығым ұстап, қазір хит болып жатқан мандарин кляре жасап көрейін дедім. Ол үшін бірінші мандариннің сыртын барлығын жақсылап жуып, тазалап аласыздар да. Одан кейін сыртын ашамыз. Бізге осындай қант керек, шпажке керек. Неше жылдық сандығымда жатқан шпажкаларды тауып алдым ғой қыздар. Қарап қоймай видео түсіп жатыр ма деп, кейде видеоны түсірген кезде түспей қалады ғой, соткада ше. Мында аяшқа мысығын құшақтап тұрғы маған жағаласып жүргі түк істетпейді осы қыз. Осылай барлық мандаринді бөліп қойдым. Мына жерде сырттары ашылмайды, білмеймін, терісі деген жабысып қалған ғой мына мандаринге. До того қаттылығы сонша үлкен саусағым бар ауырып қалды, тырнағым ше. Сөйтіп барлығын бөлектеп қойғаннан шпажкалерге осылай барлығын біртіндеп кигізіп шығасыздар. Мен 5 мандаринді бір шпажкаға сыйғыздым қыздар, мінекей. Осылай барлығын жинап алдым. Мен бірінші рет істеп тұрмын, қалай шығады екен білмеймін, енді көреміз. Кеше жолдасымен жұмыста ғой, жолдасымен сөйлесіп отырып екеуміз спорға түстік қыздар. Осы айдың соңына шейін мен осы тиктокта 200 000 оқырман жинауым керек. Соған жетем ба, жетпеймін ба десем, жолдасым айтады, жете алмайсың, сенің үй жинағаның, тамақ істегенің, қайнағаңа қарағаның қызық па не елдерге деп қояды. Мен сосын айтып жатырмын ғой, ойбо, мені кто деп жүрсің сен? Если сен ұтсаң, саған 10 000 теңге берем дедім. Ал егер мен ұтып жатсам, маған менің белсенді оқырмандарыма 10 000 теңге бересің дедім. В общем, солай қыздар, газге осылай қантты қоясыздар, оның үстіне аз ғана суды қойып, осылай ертіп аласыздар қантты. Сосын тастай мұздай суды аласыздар да, үстіне мұзды қатырып аласыздар да, морозилкаға өстіп салып, мандариндердің үстіне жаңағы қантты қасықтың көмегімен құйып шығасыздар да, и мұзға осылай тұншықтырып аласыздар. Сіздер қалай ойлайсыздар, 200 подписчикке жетем бе, жетпеймін бе? Сосын ұтып жатсам қыздар, 10 000 теңгені бір адамға берген дұрыс па, немесе 10 000 теңгені 2 000 теңгеден 5 адамға берген дұрыс па? Комментарияға жазып кетіңіздер, ойларыңызды міндетті түрде оқимын. Неге екенін білмеймін, менің мандариндерім қытырламай шықты қыздар.